Жыныс генетикасын бастамай тұрып, бізде білесіздер, жынысты анықтаудың екі жолын қарастырады. Ол бізде генотиптік жолдар бар и фенотиптік жолдар бар. Генотиптік жол деген неге байланысты? Чисто мысалы ұрықтану процесі жүрген кезде мына жерде көріп тұрсыздар, аталық жұмыртқа жасушасы ұрықтанғаннан кейін сперматозоидпен аталық гаметалар мен аналық гаметалар арқылы анықталатын болса жыныстың ұрпағы, ол бізде генотиптік жол. Егер болашақ ұрпақтың жынысы ағзаның андай сыртқы орта жағдайымен байланысты анықталатын болса, мысалы нелер бар, мынау жорғалаушылар бар ғой, қолтырауынның жұмыртқасы сыртқы ортаның температурасына байланысты не істейді, аталық немесе аналық болатыны анықталады. То есть именно ұрпақтың жынысы сыртқы ортаның жағдайына бейім болатын болса, оны біз фенотиптік әдіс деп атаймыз. Осындай генотиптік, фенотиптік екі әдіс арқылы біз не істейміз, жыныстарды анықтай аламыз. И өткен сабақта біз қарастырған болатынбыз ағаймен нені, Мендельдің заңдарын, белгілерін өттік қой, тұқым қуалаушылыққа байланысты ажырау заңы, біркелкілік заңы деп. Сол жақта біз айтып едік, Мендельдің айтуы бойынша андай ата-ананың жынысының белгілері андай тұқым қуалауға мүлде әсер етпейді деп айтады. Ол қалай? Мысалы мына жерден көре аласыздар, если мысалға алатын болсақ, аталық нені алайық, сары тозан, аналық мысалы жасыл бұршаққа әсер ететін болса, или наоборот, аталық жасыл тозан болуы мүмкін, ал аналығы не болуы мүмкін, сары бұршақ болуы мүмкін. Аталық пен аналықтың орнын ауыстырды ма маңызды емес, нәтижесінде бізде не түзілетін еді, барлығы 100% сары, қайсысы мысалы сары доминант болатын болса, мен өзім даусым естіп жатыр, жасыл рецессивті болатын болса, аталық пен аналықтың орнын ауыстырды ма маңызды емес, нәтижесінде ұрпақтың бүкілі қандай болады дейді, генотипі жағынан бірдей зигота түзіледі деп айтады дедік, иә, біркелкілік заңында. Или ана Пеннет торы бойынша, мысалы ұзын жағынан аналықты қойып, мына бойлап аталықты қоятын болсақ та, екеуінің орнын ауыстырсақ та, ұрпақтардың бүкілі қандай бізде генотипі бойынша бірдей зиготалар түзіледі деп айттық, иә, Мендель заңы бойынша. Енді именно жыныс генетикасындағы ерекшелігі бұл бағынбайды. Мендель айтқан заңдылыққа именно жыныстық хромосомалар бағынбайды. Қалай? Мысалы бізде білесіздер, жалпы адамда 46 хромосома бар. 46 хромосоманың ішіндегі 44 немесе біз айтамыз не деп, 22 жұп деп айтамыз, иә, олар бүкілі бірдей. Өлшемі бойынша или бір пішіні бойынша ер адамдарда да, әйел адамдарда да олар аутосомалар қандай болады? Бірдей болады. Ерекшеліктер, то есть 22 жұп хромосоманы біз атаймыз не деп, аутосома дедік. И жаңағы Мендель айтқан заңға осы 22 аутосома не істейді, жұп аутосома бағынады. То есть біз оны не деп атаймыз? Аутосомалы тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық именно неге бағынатын? Мендельдің заңына бағынатын. Проблема қай жақта? Неде? Жыныстық хромосомаларда. Осы 44 аутосоманың, кстати, еще мынаны помните, біз айттық қой, аутосомалар это гомологты хромосомалар дедік. 22 жұптан тұратын, бір-біріне ұқсас бірінші, екінші хромосомалар қосылып, мені гомологты хромосомалар құрайды дедік. Енді именно нелер әйелдерде и ерлердің жыныс хромосомаларына не болады? Айырмашылықтар болады. Қандай? Мысалы, әйелдерде білесіздер, 22, давайте мына жақтан көрсетейін, 44 әйел адамда аутосома, ол дене несі, хромосомалары, 2 ол жыныстық хромосома. Жыныстық хромосома әйелдерде именно қандай болады? Гомологты күйде болады. Гомологты күй дегеніміз, бірінші гаметадағы хромосома мен екінші гаметадағы хромосомалар қандай болады? Ұқсас күйде болады. Ер адамдарда тоже 44 аутосома, гаметаға бөлінген кезде 22 хромосомасы бар аутосомасы и X хромосома. Екінші гаметада 22 аутосомасы бар и Y хромосома. Получается, ер адамдардың именно жыныстық хромосомалары қандай күйде болады? Гетеро күйде болады, гетерогаметалы күйде. Әйел адамдарда гамма-гаметалы хромосомалы құрылымы бойынша ұқсас, ер адамдарда гетерогаметалы құрылысы бойынша қандай болады? Әртүрлі болып келеді. Мына жерде жазылған әйелде гомологты, ер адамдарда гомологты емес. Сол үшінде біз айтамыз, андай адамда болатын бүкіл хромосомалардың, именно гомологты хромосомалардың 23 жұбы
кімдерге тән? Ұқсас хромосомалар тек қана әйелдерге тән. Иә? Осыдан шығады бізде не шығады? Жынысты анықтау процесі шығады. Мысалы, мана айттық, 22 аутосома плюс әйел адамдағы бір хромосома, бірінші гамета, 22 аутосома плюс тағы да бір жыныс хромосомасы, екінші гамета. Мына гаметалар, именно хромосомалар, мына жасудағы хромосома, мына жасудағы хромосомалар, олар не істейді? Именно пішіні бойынша да, өлшемі бойынша да басқа, то есть бірінші жұмыртқа жасушасының хромосомалары екінші жұмыртқа жасушасының хромосомаларымен қандай болады? Бірдей болады. Иә? Гомозиготалы. Нелерде? Ер адамдарда, то есть мана 22 аутосома плюс X, 22 аутосома плюс Y гаметалар не істейді? Бір-бірінен 50% деңгейде не істейді? Ажыратылады. Сол үшін де айттық, мана гетерогаметалық күйде болады деді. То есть сперматозоидтардың айырмашылығы сондай 50-50%-тен. Бұндай айырмашылық, именно жыныс генетикасындағы айырмашылық бүкіл адамдарға тән. Иә? Барлық сүтқоректілерде аналықтар гаметалық күйде болады, ал аталықтары гетерогаметалық күйде болады. Бірақ та кейбір нелерде, жануарларда олар өзгеше болуы мүмкін генотиптік жолмен. Мысалы, қараңыздар, нелерде мына жерден көре аласыздар. Мысалы, қара күйе деп тұр ғой, көбелектер тұқымдасында. Жыныс хромосомасы именно аналығы X0 деп тұр, ал аталығы XX деп тұр, иә? Несі жыныстық gaметасы. То есть бұл жерден көре аламыз, кейбір нелерде, жануарларда олар бір-бірінен андай пішінімен или өлшемі бойынша ажыратылмайды. Қалай ажыратылады? Тақ немесе жұп болып ажыратылуы мүмкін. Мысалы, гомогаметалар қандай күйде болады? Мысалы, бүкіл гомогаметалы жыныс жасушалары жұп күйде кездесуі мүмкін. Мынадан көре аласыздар оны, XX. Гетерогаметалар қандай күйде кездеседі? В основном тақ күйде кездесуі мүмкін. Тек қана, например, қандалалардың аталығында тек қана қандай хромосома болады? X хромосомасы болады. То есть бүкіл адамдарда әйелдердің жыныс хромосомасы гомогаметалы, ер адамдардың жыныс гаметасы гетерогаметалы, ал жануарлардың кейбір түрлерінде гомогамета мен гетерогамета орны ауысуы мүмкін. Одан бөлек тақ жұп ретінде де өзгеше болып кездесуі мүмкін. Иә? Осыған байланысты. 46 хромосома дедік, оның 44-і бізде аутосома дедік, бүкілі гомологты хромосомалардың жиынтығынан тұратын бір-біріне ұқсас. Қалған несі? Екі жұптан кездесетін, олар бізде жыныс хромосомалар дедік. Енді әрі қарай кететін болсақ, мына жерден көре аласыздар. Бағана айттық, егер вот мынау аналығы, аналық гамета, мынау аталық гамета, иә? Осылардан ұрықтану процесі жүрген кезде, аталық пен аналық шағылысқан кезде, егер мына сперматозоидтың ішінде, жыныс гаметасының ішінде X хромосома болып келетін болса, мынау айттық қой 50% дедік, Y хромосома 50% дедік, иә? Соның X хромосомасы барып, бір гамета, аталық гамета, аналық екінші гаметаға қосылатын болса, дүниеге қандай зигота түзіледі, келеді? Аналық түзіледі. Аналық или аналық демей қойғанда. Давайте қыз бала жазайықшы. Қыз бала. Яғни құрамында X хромосомасы бар аталық, именно сперматозоид, X хромосомалы жұмыртқа жасушасына аналыққа түскен кезде дүниеге келетін несі зигота қандай күйде болады? Қыз бала күйінде болады. Например, түсінікті шығар енді. Или наоборот, егер ұрықтануға X, Y сперматозоиды қатысатын болса, манағы неге 22 плюс X жұмыртқа жасушасы бар. Оған келіп қосылады 22 аутосома плюс Y сперматозоид. Дүниеге келеді кім? Бізде 44 аутосомалы плюс X Y, ол бізде болады кім? Ұл бала. Сол үшін де айтамыз, дүниеге ұл баланың келуі немесе қыз баланың келуі кімге жауапты? Кімнің несіне? Жыныс хромосомасына, әкесінің жыныс хромосомасына қарайды. Нәрестенің жыныс хромосомасы именно сперматозоидтың ішінде болатын неге?
жыныс хромосомасы арқылы анықталады. иә то есть в основном или кітапта келгенсіздерде мектеп кітабында не арқылы анықталады, екі дара қосылған кезде гетерогаметалы не арқылы дара гетерогамета жетекші рөл атқарады. Окей, XX болып тұр гамма-гаметалы, XY бұл гетерогаметалы. Гетерогаметары арқылы анықталады келесі ұрпақтың бізде қандай жыныста болатыны. 50% ұл бала дүниеге келуі мүмкін, немесе 50% қыз бала келуі мүмкін. Анықталады осы не арқылы, сперматозоидтағы жыныс хромосомасы арқылы. Осындай. Сол үшін айтамыз, жыныс арақатынасы орташа 50-50, немесе 1-1 деп келеді. Егіл хромосомасына тәуелді.